Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? HTML CSS JS сабақтарының 14-ші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі бөлімде біз Flexbox арқылы сетка жасайтын боламыз. И біз өткен сабақтарда Flexbox жайлы, солардың қасиеттері жайлы айтып кеттік, барлығын жеке-жеке түсіндірдік. И мен бір нәрсені ұмытып кеттім. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, қазір мынандай FlexFlow деген свойство бар. FlexFlow деген. И бұның не екенін білу керек болатын болса, бізде ол просто мына ішін flex wrap пен flex direction екеуінің біріккен формасы, то есть wrap column деп жазсақ болады. То есть екеуін мына екі строканың орнына бір-ақ строка арқылы жазуға болады да. Тура не сияқты, flex сияқты бізде мысалға мынау flexті мынандай мынау үш строканың орнына просто flex деп былайынан жазсақ болады ғой. Дәл сол секілді мына flex wrap пен flex direction'ның орнына просто flex flow деп жазсақ болады. Осы үшін керек бізге. И енді бізде бүкіл осы Flexbox'a қатысты свойстволар білдік. Енді мынаны өшірсек болады. Мына файлдар бізге керегі жоқ, ол біздің проектіде. И мына test.html-ді өшірсек болады уже. Так, енді серверді запускать етейік. Command palette. Так, сервер дейміз да. Сервер. Так, LiveSaver Open with Server деп. И енді қарайтын болсаңыздар, бізде мынандай нәрсе. Енді осы біз Flexbox-тың қасиеттерін біздің сайтымызда қалай пайдалануға болады деген сұрақ туындайды. Егер біз сайтымызға қарайтын болсақ, қазір мына презентационный режимде ашып көрейік. Так, бізде что-то интернет қосылмай тұр. Так, қазір 1 минут. Так, интернет және аны қосылып тұрған, что-то өшіп қалды. Так, қараңыздар, біздің сайтымызды вообще қарайтын болсақ, мысалға мына бас светке барайық. И мынаны қазір полноэкранный режимде ашып қарайтын болсақ, бізде мына сайтымыздың дизайны осындай болады. Бірақ қараңыздар, осы жерде орналасқан элементтердің орналасу ретіне қарайтын болсақ, олардың барлығы бір сетка түрінде құралған. Егер де қазір қараңыз, біз мынаны бүйтіп мынау бір сайттың осы бөлігін алып қарайтын болсақ, и енді біз оны тұра тұрыңыздар, сәл қызылмен бүйтіп көрінетін істейін, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. И қараңыздар, біз мынадан бастап былайынан бүйтіп алып қарайтын болсақ, сайттың осы жерін. И енді мынандай линия алып қарайтын болсақ, біз сайтымыз мынандай бөлсек болады. Мынандай бөлікте хидер мына бөлік топ тұрған. Оның өзі ортасынан бүйтіп екі бөлікке бөлінген. То есть мынау логотипі мына жанында, менюдің кнопкасы мына жанында. Одан бөлек бізде мына жақ бөлек, и оның ішінде мынаның өзі де бөлек, қараңыздар. И мынау да как бы бөлек нәрсе сияқты, то есть. Енді қараңыздар, мына сеткіге ұқсайды, мысалға қараңыздар, бірінші жолында бір жол и екі ячейка бар ішінде. Екіншісінде бір-ақ жол, бірақ ішінде бір-ақ ячейка бар, яғни мына үлкен нені полностью бір ячейка қылып санасақ болады. И мына Алтынай Санжарова деген тұрған нәрсенің өзі бір жол бір ячейкеден тұрады. Мына астындағы бір жол бір ячейкеден тұрады. Егер де бұған қазір түсінбей жатсаңыздар, мына екіншісі де бар. Так, мынаны сәл кішірейтсек болады ма екен? И мына екіншісінде де қарайтын болсаңыздар, оны да бір ячейка қылып алсаңыздар болады. Мына біздің мынауымыз болса мына жер. И оны мынандай бір қызылмен бөліп тастасақ. И енді оған мынандай ячейкаларға, линияға бөлсек, мынау бір линия, үстіндегі бір ячейкамен құралған. Мына жер тағы екі бөлек нәрсе. Сөйтіп оның іші былайынан бір сетка сияқты уже құралып жатыр, қарайтын болсаңыздар. И оның ішінде мыналар жеке-жеке былай, үстінде мынау текст пен сурет үстіне былай кеткен. И қараңыздар, ячейка сияқты болып тұр. Бұған да сенбейтін болсаңыздар, мына астында да сондай біздің өзіміз жасаған мынау футеріміздің өзі сондай ячейкіден құралған. Егер қазір мынаны бүйтіп бөліп қарайтын болсақ, бізде футерді мынаны футер қылып алатын болсақ,
И енді оның біз былайынан мына жерін бірінші бір бөлгенбіз, есімізде шығып кетпесе. То есть мынау үстінен бөлек мына бір өзі екі жолдан құралған еді. Сөйтіп ол мынау біреу бір линия, мынау біреу бір линия. То есть мына жер бір линиямен бөлінген, потом мына жағы бір линия бөлінген. Мынаның өз ішінде мынау социальный сеттердің иконкаларының өзі 4-5 бөліктен тұрады. Потом мынаның өзі екіге бөлінген, типа қараңыздар. Былайынан. То есть осылай бөлу бізде сетка түрінде бөлінген, яғни сетканың біз сетка түрінде елестетсек болады, типа тор, яғни сетка деген торды білдіреді. И оның ішінде мынандай элементтердің орналасу реті тура сол сияқты. И біз осындай сетканың CSS арқылы құрастыруымыз керек. Өйткені қараңыздар, біз мынау өткен сабақтарда біз мынау астындағы мынау жерді құрастыру үшін біз мынаны біз құрастыру үшін мына жерді біз мынандай main CSS-ке былайынан міне footer контакт, міне flex basis, яғни мына 50%, 25% деп сағамыз. Бірақ егер біз оны әрқайсысын жеке-жеке жазып шығатын болсақ, ондай болса біздің экранымызда CSS кодымыз өте үлкен болады. Өйткені біз әлі мыналарды істеуіміз керек. Кейін мына жақта да ондай flex basispен жұмыс істеу керек. Мына жақта да флекстермен жұмыс істейміз, мынаумен де флекспен жұмыс істейміз. То есть біздің сайттың өзінде ол 5-ақ беттен құралған сайттың өзінде біз өте көп код жазуға тура келеді. Ал егер де біз кейін егер андай 20-30 беттік бір сайт жасайтын болсақ, ондай болса вообще код көп жазуымыз керек. Сол үшін біз андай қайта пайдаланатын кодтар жазуға болады. Оған мысал ретінде біз өткенгі сабақта мынандай контейнер дегенді бір рет жаздық та, осындай CSS стильдің ішінде ше. Сөйтіп біз мына индекске бардық та, оны мына бір жерде пайдаландық. Мынау осы бір хедердің ішінде пайдаланғанымыз, мына footer дедім, мына жерінде пайдаланғанымыз footer инфоның ішінде. Одан кейін барып мына footer buttonның ішінде пайдаланғанымыз. То есть бір рет кодты жаздық та, мына жақта бір рет қана жазып, оны бірнеше рет пайдалануға болады. Бізде сондай стиль, сетка құрастыруымыз керек. Сетканы құрастыру үшін бізге жолмен қатар керек. Жол деген ағылшынша row дегенді білдіреді. Жазылу row, flex direction row да сияқты. И одан кейін бізге қатар деп мынандай вертикальный кететіндерді колонна деп атаймыз. И осындай нәрсені жасау үшін бізге мынандай система сетка құрастыруымыз, сеткалердің жүйесін құрастыруымыз керек. Егер де қазір мынаны үлкен режимде қарайтын болсақ, бізде қараңыздар, біз экранды былайынан экран емес, любой контейнерді 12 колоннаға бөліп қарастырсақ болады. Неге 12 деп, неге именно 12-ні таңдадың деп сұрайтын болсаңыздар, 12 просто көп санға бөлінеді. Қараңыз, 12 1-ге бөлінеді, 12 2-ге бөлінеді, 12 3-ге бөлінеді, 12 4-ге бөлінеді, 12 6-ға бөлінеді, 12 12-ге бөлінеді. Ал егер де мысалға біз әшейін 10-ды алып қарайтын болсақ, ол әшейін 1-ге бөлінеді, потом барып 5-ге бөлінеді, 10-ға бөлінеді. То есть 3-ақ санға бөлінеді. Ал 12 бірнеше санға бөлінеді. Немесе 8-ді ғана алатын болсақ, мысалға 8-дің өзі 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, и 4-ге бөлінеді, 8-ге. То есть вариант аз да. Ал 12 сразу 6 санға бөлінеді да. Сол үшін біз 12 колоннаға бөлген дұрыс, мынандай қатарға, мынау қызылмен боялып тұрған қарайтын болсаңыздар. И ол әрбір колонна экранның определенный бір бөлігін алады. Экран емес, жалпы любой бір нәрсенің мысалға қарасаңыз, мысалға ол контейнер дейміз бұл жерде. Егер де мына дизайнды қарайтын болсаңыздар, то есть мынау футердің өзі, мына футердің өзі, то есть мына жердің өзін бүйтіп алып қарастырсақ болады да. Мынаны біз көрдік қоя бағана, мысалға мынау қызылды бүйтіп бөлдік та. Сөйтіп оның мына жағын үсті жағы бір экранның бір 4-тен 3 бөлігін алып тұр ма? Или қалай? 5-ке бөлгенде 3 бөлігі мынау алып тұр, 5-ке бөлгенде 2 бөлігін асты жағы алып тұр. И мынаны да бүйтіп қарайтын болсаңыздар, қараңыздар, мына жерде экран емес, осы контейнердің мысалға мына 70% па, жоқ 60%, ну, скорее всего, 70% мынау алып тұр. То есть мына жер 70% алса ұзындығының, осы блоктың, мынау қызыл блоктың, ал мына жағы соның 30% алып тұр да. То есть осындай сеткалерді жасау үшін біз бір кодты жазамыз да, сөйтіп оны қалаған жерімізде пайдалансақ болады.
И ол бізге мынандай нәрседе керек қарайтын болсаңыздар, мынау экранды 12-ге бөлсеңіздер, соның бір колонна 8,33% алады. Жуық шамамен, егер де қазір маған сенбейтін болсаңыздар, калькулятормен бөліп қарастырамыз. Ой, тұра тұрыңыздар, калькулятор дұрыс жазбадым ғой. Қазір қараңыздар, біздің контейнердің бөлігі 12-ге бөлінсе, значит 100-ді бөлеміз 12-ге, бізге не болады? 8,33, яғни жуық шамамен осындай нені аламыз. И екінші бөлігі бізде мынандай 100-ді бөлеміз 11-ге, я? 11-ге ма? Так. Жоқ, тұра тұрыңыздар. Мына жерде 2 колонна болса, 12 болса, так 100-ді көбейтеміз 2-ге бөлеміз 12-ге ма? Я, мен 16,67, яғни дұрыс. Қараймыз, яғни біз процентін есептеу үшін осылай керек. И біз 100-ді көбейтеміз 3-ге бөлеміз 12-ге. Сол кезде мына 25, яғни 3 колоннадан тұраса, онда ол контейнердің 25 бөлігін алады дегенді білдіретін болады. И одан кейін бізде қараңыздар, 100-ді көбейтеміз 4 колонна болған кезде бөлеміз 12 колонна, общий счет 33%, яғни 33-те 3 деген. Ну, дальше түсінікті шығар деп ойлаймын. Егер мысалға 6 колонна болса, ол контейнердің жарты бөлігін алады. Мысалға мына жерде 8 бөлігін алса, онда 73% па мына жерде міне. То есть міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, тұратыңыздар, 8 алса 66-да 72 екен, дұрыс. Так, значит 9 бөлігін алса, значит 78% алады. Өйткені біз 12-ні 9 бөліктен алсақ, 12-ні 3 бөліктен болса, біріншісі 25% болады, кейінгі үшеуі, значит 6 болады, 50% болады, кейінгі үшеуі 9 колонна болады, 75% кейінгі үшеуі 12-ші колонна болады, бізде 100% болады. Нерде, так, нерде дұрыс жазбаппын, нерде 100% негізі. Так, процент. Так, жалпы осылай бізде гридтарды өйстіп бөлеміз, яғни сетканы. Сетка деген ағылшынша грид. Сетка, тор, қазақша қалай өзі дұрыс болады сіздерге. Енді біз осыған стиль создать етіп кетеміз. Оны создать ету үшін біз былайынан істейтін боламыз. Так, бізге мынаның керегі жоқ ой деймін, по-моему, негізі. Қазір мынаны былайынан бір жаққа жабыстыра салайық. И бізде мынандай бір стильді жазып кетейік. Комментарийге типа не деп, тор кестесі деп па? Жоқ. Тор жүйесі ма? Тор жүйесі деген білмеймін, мағынасы, бірақ система сетк деп жазамыз біз. Система сетки или қалай өзі орысша дұрыс? Білмеймін, короче. И осыны біз копировать етеміз да, осының орталығына біздің неміз жазатын боламыз. И қараңыздар, бізге бірінші соның сыртында контейнер керек. Контейнерді біз жол ретінде алсақ болады, қарайтын болсаңыздар, бізде мына любой нәрсе былайынан бірінші жолдан тұрады, міндетті түрде қарайтын болсаңыздар, мынау бір жол ұзындығы, я. Сөйтіп бір жол, соның ішінде міне 3 түрлі колонна. И осыған біз өткендегі үйренген flex свойстволарға display flex дейміз. И бізге андай flex direction row болады басында. И одан кейін row-ды жазбай қойсаңыздар болады, өйткені бұл андай бастапқы по умолчанию мәні онсызда осыны білдіреді. И одан кейінгі мәні display flex-тан кейін біз жазуымыз керек flex wrap деп. И wrap деп жазамыз, өйткені жаңа жолға көшу керек қой, ақпаратымыз істемей қалса. Так, жалпы осылай біріншіде. Так, келесіде бізде не жазу керек? Келесіде енді біз колоннаны қысқаша мынандай колумн деген сөзді call деп жаза салайық, чтобы қысқаша түрде. Сөйтіп біріншісіне біз мынандай мән береміз. Бізде мынау flex деген ұмытып кетпесеңіздер, ол бізде 0,0 болады біріншісі. Мынау flex grow'дың мәні 0 деген, то есть ешқандай мән өзгермейді. То есть үлкейткен кезде біз оны grow'дың үлкейгенін қаламаймыз.
И одан кейін flex shrinkке де 0-ді береміз, то есть ешқандай мән қабылдамайды. И мынау үшіншісінде auto деп жазамыз, то есть бұл автоматически мән өзгереді дегенді білдіреді. То есть бізде flex basis'тің мәні, міне қарайтын болсаңыздар, бірінші мәні flex grow, екінші мәні flex shrink. То есть екеуіне 0 береміз, то есть оларды андай бәрі бірдей үлкейеді, бәрі бірдей кішірейді дегенді білдіреді. И flex basis auto деген автоматически размерін өзі өлшейтін болады дейміз. Енді бізге with керек. With'ге біз енді бірінші колонна кезінде бір колоннаның ұзындығы, мынадан қарайтын болсаңыздар, бірақ колоннаның ұзындығы сол контейнердің 8,33%-ын аламыз дейміз. Мынада 33-ті сәл көбірек жазу керек, өйткені бізде сол кезде pagressionist ма, яғни сол pagressionist қазақша қалай болады? Қазақша білмеймін қалай болатынша. Pagressionist'ің мәні неғұрлым аз болу үшін мынаны соғұрлым көп жазуымыз керек. Егерде біз кәшін 8,3 десек, бір 10 колонна болса, 10 колоннадан бір 0,3 пиксельден қоссаң, 3 пиксель сәлде болса қисық болады біздің нәрсеміз, істеген бір элементіміз. Сол үшін мынаны бүйтіп, негіз көп емес, бір 5-ақ алсақ болады. Так, нерде қанша? Так, мынау 5-еуін аламыз, дальше мыналар керек емес. И енді мынау екіншісі де дәл солай жазылады, мынаны ұмытып кетпесеңіздер, қазір қарайтын болсаңыздар. Call 2 деймізде, бұда да дәл солай жазамыз, анда үстіндегі flex 0,0 и auto деген сияқты. И потом уже бұда with'де мына 16,67 мынандай мәнді қабылдау керек. Так, 16.1, 2, 3, 4 и 5-шісіне 7 дей саламыз, сөйтіп процентті береміз. И екінші одан кейін call 3 деймізде, яғни үшінші колонна, 3 колоннадан тұратын болса, значит ол экранның қанша бөлігін алады? 25%-ын алады ол. Так, flex 0,0 и auto дейміз. И with ол бізде экранның 25%-ын алады, егер 3 колоннадан құралса, өйткені 3 колонна 12 колоннадан тұратын нәрсенің 25% размер дегенді білдіреді, егер математиканы жақсы білетін болсаңыздар. И call 4-те бізде де дәл солай. Негіз мына бете салайыншы, копировать ете салайыншы, мына чтобы әр не сайын жаза бермей. Сөйтіп просто Ctrl-V мен вставить ете береміз. И одан кейін with деймізде, келесіде уже 33 бүтін, так, 1, 2, 3, 4, 5, так, осылай жетеді. И 5 колоннадан тұратын нәрсе біздің экранның ол алады размерін, так, with 41 бүтін 1, 2, 3, 4, 5 рет жазамыз. И осылай нормаль негіз. И одан кейін тағы да call 6 дейміз, то есть 12-ке дейін жазышуымыз керек. И with бізде болады, так, тұра тұрыңыздар, 6 бөлік болса, яғни 12 сеткадан тұратын, 12 бөліктен тұратын нәрсенің 6 бөлігі екен, ол 50%. Ол это очевидно уже, түсінген шығар деп ойлаймын. И егер 7 колоннадан тұрса, онда ол экранның, қараңыздар мына жақтан. Так. Ол уже 58,33. Так, мынаны вставить етеміз, потом with дейміз. И 58 бүтін 1, 2, 3, 4, 5 рет жазамыз да. И call 8 уже бізде болады қанша? 66,6. Вот не бүйтіп жазып. Так, with бізде болады 66.1, 2, 3, 4, 5 рет жазамыз да. Дальше былай қоя саламыз. И .call 9. Бұл да солай жазылады. Дальше біз оған with береміз. И бұл уже 75%-ын алады, яғни 12 бөлшектен тұратынның 9-шы бөлшегі ол 75% экранды алады дегенді білдіреді. И call 10 болады. Бізде ол 83 бүтін, так, ту. Мәселе кетіп қойын. Так, 83 бүтін with 83 бүтін 3 и процент. И дальше осылай,
точка call 11 дейміз де, ол уже болады бізде экранның 91,1 бірдеңе бөлігі. 91,666%. И дальше call 12 болады. Бізде мынаның экранның with уже 100% болады, өйткені 12-ның 12 бөлшегі деген ол 100%. Так, біз осылай жаздық. Енді біздің сайтқа барып қараймыз. Біз оны қай жерден де мына колонналарды пайдаланамыз деген сұрақ туындайтын болса, біз мына стильдер жазып кеттік қой. Қазір егерде мынаны index.html-ді ашамын да, мына main-ді мына оң жақына лақтырып жіберейін. И мына индексті мына жанына қалдырамын да. И бізге мынау мынаның бәрін ашып қояйын. И дальше мынау астына түсеміз, жаңағыдай кодқа барамыз. Мына row-дан бастап система сетки деген қазақша тор жүйесі ма? Тор или қалай? Кесте жүйесі ма? Кесте деген бірақ таблица, я. Ну, қазақша өзіңіз мағынасы түсінесіз деп ойлаймын. То есть сетка дегеннің. Енді қараңыздар, бізде мынау сетканың екі түрлі бөлігінен тұрады. Біздің хидеріміз мынау бір бөлігі. Ал мынау екі, то есть мынау бір жолдан тұрады да, сөйтіп екі колоннадан тұрады. Так, енді бұны қалай пайдаланамыз деген сұрақ туындайды. Оны пайдалану үшін просто біз барамыз да, мынау хидер контейнерге барамыз да, осы жерге row деп жазамыз. И так, біз анау хидердегі стильді өшіріп тастай салу керек деймін. Бұл жерде өшірмек болсаң да болады, на самом деле. Сөйтіп біз енді мына қарамыз да, класс call 6 дейміз. Өткен қараңыздар, бізде мына бір жол екі-ақ бөліктен тұрады. Екі бөлік болса, значит call 6 деуіміз керек қой, чтобы 50% алу үшін. Екіншісіне де call 6 дейміз да. Енді мынаның артына бір түс беріп көрейік, қазір мысалға мынау. Так, мынаған қалай түс берсек болады? Бір андай бір класс создать етіп салайық, чтобы андай постоянно түстер жаза салу үшін, сөйтіп ажырату үшін. Типа red деген бір класс создать ете салайын, сіздерге дұрыс көріну үшін background red болады да. Үстіге секіріп кетіп отыр. Background red. И екіншісіне yellow дейміз де. Background дейміз да, оған yellow деген сары түс, яғни. И потом gray деген бір түсті создать ете салайық, сөйтіп соған бір grayді беріп кете саламыз. Background gray чтобы сақтап қоямыз. Енді мынақа біз біріншісіне лого тұрған жерге redті береміз да, енді екінші тұрған жерге yellowды береміз. Сол кезде бәрі дұрыс болу керек. Қараңыздар, біздің экран сол кезде екі түрлі неден тұратын болады. Бірақ только мына жерде сары кнопка сыртқа қарай кетіп қалды. Оны туралау үшін біз былайынан істеуіміз керек. Menu open деген жерге барамыз де. Menu open қайда? Ең үстінде өдем. Тек қайда кетіп қалды? Так, что-то хидер таппай жатырмын. Menu open деген ештеңе жазаппыз да ғой, Михая. Значит, біз menu open-ға мына жаққа стиль беріп кетуіміз керек хидердің ішінде. Так, menu open. Сөйтіп бұған allign self дейміз де. Оған flex end десек жапса ма, жапыспайды өйткені. Жапыспайды. Мынаның ішіндегі элементті сыртқа лақтыру керек қой. Бізге, значит, бұған да ішіндегі элементке deflex дейміз де. Так, justify жоқ, display flex керек бұл жаққа. Justify content flex end десек сол кезде мынақа жабысу керек деймін, сары, я. Мен көрдіңіздер ме, мынау кнопка енді мына жаққа кетті. Енді қараңыздар, біз жәндегі класс call-дарды мына енді red пен yellow'ды өшіре салсақ болады, сіздерге дұрыс көріну үшін, бәрін түсіндірікті болу үшін. Мына redті екеуін алып тастадық. То есть бізде мына header жол ретінде болды да, сөйтіп соның ішіндегі мына екеуі колонна түрінде болды, мына call дегендер соны білдіреді. И енді қазір астына түсетін болсақ, мына жерге де соны пайдалансақ болады. Так, оны пайдалану үшін бізде мынандай үш түрлі колоннадан құралған, дұрыс па? Так, тұра тұрыңыздар.
Ол бұл емес, мынаң үш түрлі колоннадан құрастырылған міне. Footer контакт, footer меню, footer touch деген. Енді мына үстіне біз row дегенді береміз де. Мына display flex керек та емес, өйткені row-дың ішінде display flex деген бар, дұрыс па? Енді біз мынаған барамыз да, мына жерге барамыз да, call. Бізге егер есімізден шығып кетпесе, мынау 25%, қазір мынаны өшіріп тесілінші. Мына қараңыздар, footer контакт 25% деген, бізде ол call 4-ке тең, дұрыс па? Так, егер шатаспасам тұра тұрыңыздар. Жоқ, 6-ға тең, 3-ке тең болады. Call 3 бізде 25%-ке тең. Потом барып, екіншісіне де call 3-ті береміз, сөйтіп үшіншісіне call 6-ны береміз. Яғни 6 колоннадан тұрса, біздің экран сол контейнердің 6%-ына, 50%-ны алады дейді, сөйтіп мынаны өшіріп тастаймыз. Так, сол кезде мен ештеңе өзгерген жоқ, значит бәрі дұрыс істеп тұр дегенін білдіреді ол. Біздің мына колдарымыз дұрыс қойылды. Енді мына астына қарайтын болсақ, мына жерде де мынау астындағы мынау фигня. Оған да бізде мына deflex-ті өшіріп тастай саламыз. Өйткені row-дың ішінде display flex деген бар. И біз енді мына класс беріп кетеміз. Оған біз call 4-ті береміз. То есть 4 колоннаны 3-ке ровно бөлінген ғой. Сөйтіп ода call 4. Ортасындағысында класс call 4 деп беруіміз керек, яғни 3 бөлікке бөлу үшін. Өйткені 12 система ғой бізде, 12 жүйеден тұратын, 12 колоннадан тұрса, значит былайынан дұрыс болу керек бәрі. И только мынау ғана сәл шетке қарай лағып кеткен. Оны туралау үшін просто мына жерге socials дегенге барамыз да. Так, socials қайда? Socials қазір маған көрейікші, арты қалай болып тұрғанын. Socials деген қайда тұр бізде? Так, socials деген. Значит, так, socials қайда кетіп қалды тағы да. Так, бұл жаққа да сол deflex давать етеміз, мер жерге. Deflex. И так, justify content. Flex end дейміз, яғни ең жағына жабыстыру үшін мехамен. И мынау центрдегі мынау фигняны туралау үшін бізде оған просто үшін text align center дей саламыз мына жерге. Типа copyright дейміз де. Copyright деген класс береміз, яғни copyright деген авторский право дегенді білдіреді, егер түсінбесеңіздер. И оған просто текстті ортасына қою үшін text align center дей саламыз, сол кезде ортасына қойылады мынау центр. Text. Болды деймін, бәрі дұрыс ау деймін. Енді қараңыздар, сіздер бізде мынандай колонналарға бөлінді, то есть мынаны қазір қарайтын болсаңыздар. Бұны вообще не үшін керегі бар, біз әшейін жазсақ болатын еді ғой деген сұрақ туындайды, законный. То есть біз по-любому бүйтіп қатты көп кодты қысқартқан да жоқпыз ғой деп сондай сұрақ туындайды. Бірақ сіздер ойланыңыздар, біз әлі мынау только басында ғана жүрміз, кейін біз просто мынаның барлығын жасап шыққанымызша кодымыз көбейе береді. Біз соны қысқарту үшін мынандай қайта пайдаланатын класстарды создать еттік, мынандай row, call дегендерді ше. Біздің қараңыздар, біз әлі басында жүрміз, 271 строка код тұр бізде уже CSS-те. И біз осыны қысқарту үшін кейін осындай қайта пайдалануға болатын кодтарды жазып жүрміз. Өйткені кейін мыналардың бәріне размер беріп керек, оған flex basis арқылы мынаның бәріне, мына жерге, мыналарға, мынаған. То есть біз мынаның бәрін бітіргенше кодымыз көбейе береді. Сол үшін біз андай бір кодты бірнеше жерде пайдалана беретіндей сондай қылып жасауымыз керек. И қараңыздар, біз мына row мен мына callдарды біз бірнеше жерде пайдаландық қазірдің өзінде, мысалға қараңыздар. То есть кейінде осылайша істейтін боламыз, яғни мыналардың бәрін сол осы біздің жазып қойған кодымызбен бүкіл жерде соны пайдаланатын боламыз. Бүгінгі сабаққа осы, келесі жолыққанша сау болыңыздар.